Бүгін мен сіздерге Canva приложениесі арқылы қалай не жасауға болатын көрсетемін. Логотип жасауға болатын. Ол үшін плюсик бағдарламаны басамыз. Осы жерден тағы да мына ортасында плюсикті басып, мына жерге өзіңіз текст жазуға болады, немесе наклейка нелер қоюға болады. Мысалы, шаблонды алайық. Осы жерден бір шаблон жасап көрейік. Мысалы, мынаны алайық. Не деп жасамыз оны? Каша 5 минут деп асақ болады. Астындағы сөздерін былай удалить етіп тастай салсақ та болады. Міне размерін мына жерден шрифтін былай кішірейтуге болады, былай үлкейте де аласыздар. Міне Каша 5 минут. Осылай жасай да аласыздар. Және де вообще аптастау үшін осылай жасауға да болады, немесе жаңағыдай орнына қояды аласыздар. Енді тағы да текст жазу үшін, мысалы, плюсикті басасыз, мына жерге текст Каша 5 минут. Мына жерге тағы да не жазуға болады. Мысалы, мынандай сөздерді қойсаңыздар болады. Осылай мына жерге өздеріңіздің сөздеріңізді қойып, мына сөздің үстін бүйтіп басып, өздеріңіз сөздеріңізді жаза бересіздер. Салат деп. Мына былай, мына жаққа жылжытасыздар, мына жаққа жылжытасыздар. Дайын болды. Осылай күнделікті неге шығаратын шаблондарыңызды осылай шығаруға да болады. Енді бұны дайын белгілейміз. Мынаны бассаңыздар, жоғарыдан сохранить как изображение деп тұрады. Осы изображение деген бассаңыздар, сразу галереяға сақталады. Мен отмена жасайын. Ал енді мынандай суреттерді қалай қоямыз? Ол үшін мынандай сурет алдық. Осы суреттің үстіне суреттің өзіңіздің қалаған бір суретіңізді қоюға болады. Ол үшін плюсикті басамыз, изображениеге кіреміз. Мысалы, изображениеден мен өзім мына суретті алайын. Мына суретті кішкене кішірейтеміз. Мына суретті осылай қоюға болады, өздеріңіз суреттеріңізді. Сәл кішкене. Мына. И мына жерге өздеріңіздің нелеріңізді жазасыздар. Не деп жазамыз? Осындай көйлек. Мысалы, осындай көйлек тігетін ательелеріңіз болса, солай жазуға болады. Мына жерге өздеріңіздің аккаунттарыңызды жазып қоюға болады. Мысалы, тігін курс деп. Тігін курс. Міне сіздің атнеңіз, аккаунтыңызды осылай қойып, мына жерге тағы да не жазасыздар? Кешкі көйлек деп. Ауыстырып алайын тілін. Кешкі көйлек. Дайын болды. Және де сөздерін мына жақтан, мысалы, әртүрлі шрифтке ауыстырсаңыздар да болады. Бұлай. Оның бәрі өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Дайын болды. Мынаны сохранить етіп аласыздар.